Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін өте дәмді және өте тез шығатын шоколадты мраморлы печенье жасаймыз. Құрамына қажет заттар қолжетімді, менің ойымша әр үйден табылуы тиіс. Біріншіден жұмыртқа, қант, ванильный сахар, кішкене шым тұз және сұйық майымызды қосып, жақсылап вилкамен не болмаса венчикпен араластырамыз. Қанты кішкене еріді-ау деген кезде, оның үстінен құрғақ ингредиенттерді қосамыз. Яғни ұн, кукурузный крахмал, разрыхлитель және какао. Осылардың барлығын қосып, тағы да вилкамен жақсылап араластырамыз. Араластырамыз. Содан соң әрі қарай қолмен икемдеп, жұмсақ тестаны илеп аламыз. Негізі бұл рецепт өте оңай. 10-15 минутта шынымен дайын болады. Шығатын қамырымыз өте жұмсақ және майлы болуы тиіс, өйткені оның құрамында сұйық май бар. Прямо жұмсақ, икемді болып шығады. Сондықтан оны холодильникке қойып, бастырып қоюға ештеңе керек емес. Қамыры дайын болған бетте печеньені сразу жасап кете берсеңіздер болады. Не болмаса холодильникқа 10-15 минутқа қойып қойсаңыздар болады. Міне осындай жып-жылтыр, жұмсақ, әп-әдемі қамырымыз дайын болды. Дайын қамырдың салмағы 750-800 грамм болады. Бұны мен әдейі көрсетіп қойдым. Міне 25 граммнан істеймін әрбір печеньені. Егер заказға жасасаңыздар, бұл қажет болады сіздерге. Және де печеньені жасар кезде міндетті түрде бірінші осылай қолымызбен қатты есіп аламыз. Яғни ол бір келкі формаға келеді. Содан соң ғана домалатамыз. Өзде сырты жып-жылтыр әп-әдемі болып шығады және бөлініп кетпейді піскен кезде. Міндетті түрде осы видеодағы әрекетті қайталау қажет. Араларын осы видеодағындай кішкене ашып қою қажет, өйткені ол піскен кезде көтеріледі. Енді алдын ала қыздырылған духовкаға 180 градуста 15-17 минутта пісіреміз. Мінекей біздің әп-әдемі шоколадты мраморлы печеньеміз дайын болды. Осылай бетіне қалауларыңызша сахарный пудра сепсеңіздер өте әдемі болып тұрады. Және де заказға жасасаңыздар, міндетті түрде осы сахарный пудраны себу қажет болады. Формасын өте күшті ұстайды, өте дәмді болып шығады. Неге осындай күшті болып шықты. Бөлменің иісі деген керемет болды. Осындай күшті болып шықты. 15-16 минутта дайын болады. Қазір дәмін көреміз. Неге ортасы бәрі толықтай піскен. Керемет мына. Шаймен ішуге өте керемет десерттердің бірі. Өте керемет, прям мега шоколадный болып шыққан. Какао өте көп емес. Құрамында жеткілікті мөлшерде. Прям керемет болып піскен ортасы бәрі. Шынымен 15 минутта дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді және өте арзан. Шынымен үйде не бар, сонымен істейтін печеньелердің бірі. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Дайын деген вау ғой прям. Нағыз шоколадный мраморный печенье. Видеоны соңына дейін көріп, тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Келесі видеода жолыққанша.